Саку-аренадағы кезекті экстремал сайыс скейтбордшылар арасында өтті. Скейтерлер жиналған қауым алдында сан түрлі трюктер көрсетіп, керемет әсер сыйлады. Simple Session бәйгесі осымен 16-шы рет ұйымдастырылып отыр. Сол себепті бірнеше жылдың ішінде аталған жарыс BMX және скейтбордпен шұғылданатындар үшін жыл сайын асыға күтетін шаралардың біріне айналды. Осы жылы әлемнің 30 еліне келген 140 кәсіби шеберлер қатысып бақ сынасты. Нәтижесінде скейтбордшылардың арасында франциялық Арелен Жиро үздік болып танылды. Ұлыбританиялық Кичат Джонсон екінші сатыға жайғасса, үздік үштікті тағы бір француз спортшысы Робин Болен тамамдады.